Жақында Фабиано Каруананың туған күні болды, атап өткен жоқпыз, бірақ бүгін бір партиясын тамашалайық. Синкфилд Кап Карлсонға қарсы. Е4, Е5, піл С4, бұл піл дебюті деп аталады. АТФ6, Д3, С6, АТФ3, Д5 бірден орталық үшін күрес басталады. Піл Б3, піл Б4 шах, С3, піл Д6. Бұл жүрістің енді ең басты мақсаты осы еді. Мына сарбаздың С3-ке келуіне және аттың С3-ке орналасуына кедергі жасау. Піл Ж5, Д-Е, Д-Е және H6. Бірден мына пілдің орналасуын анықтау керек. Қайқа барасың деген сияқты. Жалпы пілді мүмкін пілді Е3-ке қойған дұрыс болар ме деген әртүрлі сұрақтар туындайды. H4, вәзір Е7, ат Д2, ат Б-Д7, піл Ж3 және піл С7. Ертеме кеш па қарсылас деген С4 және Д6-дағы пілге шабуыл жасау мүмкін, осыны болдырмау. Бұлай және ат H5. Өте сауатты ойын, бірден мына Ж3-тегі пілдің көзін жою. H3, жедік және ат С5. Мына пілге шабуыл жасау. Бұл жағдайдың барлығын қаншалықты ушығып баратқанын және мына пілдің қаншалықты мықты екенін Карлсон түсініп тұр және позицияны өзгертуге тырысады. Піл F7 қомағайлар қатарына кірді және позицияны кішкене болса да ушықтыру керек, кішкене өзгерту керек деген сияқты. Патша F7, шах, ашық шах амалы, былай және ат Ж6. Қос соққы мына жерге және мына жерге шабуыл жасап тұр. Вәзір Ж5, тура F8 шах, былай және ат H8. Әрине былай жейтін болсаңыздар, патша Ж6 деген амалдар болады. Былай және піл Ж4. Бірден ашық шабуыл, мына жерге шабуыл жасап тұр және мына жерге шабуыл жасап тұр. Әрине мына ат деген ешқайқа бара алмайды. F1, ат D3, енді бұл 8 аяқ ат, сіздер өте жақсы білесіздер, өте қауіпті аттардың бірі. Болашақта піл B6 деген амалдарды да пайдалану деген сияқты. Вәзір D3, тура F8, жедік және вәзір Ж4. Мынаған да көңіл аударып тұрған жоқ, ол біліп тұр, бұл қолға түсті. Тез арада қара ақ патшаға шабуыл жасау. Ат F3, вәзір Ж3, бұл енді әдемі батарея, Е5 шах және патша H8. Енді екі патшаның айырмашылығы жер мен көктей. Мына патшаның жағдайы онша емес, өйткені мына піл әрине мына аттан мықтырақ. Е6, піл Б6 шах және вәзір Ж4. Мынандай амалдарды пайдаланғысы келіп тұр, содан кейін піл С7 деген амалдарды пайдаланғысы келіп тұр. Вәзір Д6 амалсыз, енді болдырмау керек, піл С7 деген амалдарды болдырмау керек. Тура Д8 және тура Д5. Өте сауатты ойын және мына ақ патшаға осындай қысым көрсету. Шах, былай және Е7. Былай қарасаңыздар, бұл өте қауіпті сарбаз, қазір уәзге айналуы мүмкін. Бірақ мына патшаның жағдайы нашар, осыған ерекше көңіл аударайық. H5 шах, былай шах, шах және шах, шах, осымен ойын аяқталды. Патша H3, содан кейін вәзір E3 және мына нені жеп қояды. Қысқаша енді қорытынды жасасақ, мына жағдайда мына пілден айырылғаны өте нашар болды, өте қиын жағдайға тап болды, былай. Содан кейін мына пілдің мәртебесі өте жоғары болды. Жедік, бұның барлығын көрдік. Піл Ж4, ат Д3 және осы жағдай жедік және екі патшаның айырмашылығы қаншалықты не. Е6 деген жүрістің орнына басқа да амалдарды көрсету керек, өйткені мына батареяның жұмыс істегеніне әрине кедергі жасау керек еді. Е6, піл Д6, Б6 шах, вәзір Ж4. Бұлай Д8, бұлай шах және шах және осындай жағдай. Осындай тамаша партия, Фабиано Каруананың өткенде туған күні болды, осылай атап өттік деген сияқты.